Сәлем балақай, әліппе сабағына қош келдіңіз. Бүгінгі сабақты бастамас бұрын, өткен сабақта қандай әріппен таныс болдық? Еске түсірейік. Өткен сабақта біз д дыбысымен таныс болғанбыз. Ендеше д әрпіне берілген тақпақты бірге қайталайық. Домбырам бар қолымда, ән мен күй бар жырымда. Күмбірлетіп күй тартып, барша жанды қуантып. Тамаша. Тақпақты керемет деңгейде жаттап алыпсыз. Ендеше келесі суретке назар салайық. Бірінші суретте тұрған бұл не? Сағат. Сағат сөзінде алғашқы дыбыс қандай дыбыс кездесіп тұр? С. Тамаша. Ендеше сағат сөзін буынға бөлейік. Сағат. Неше буын? 2 буын. Ережені еске түсірейік. Сөзде неше дауысты дыбыс болса, сонша буын құрайды. Демек, сағат сөзінде неше дауысты дыбыс бар екен? 2 дауысты дыбыс бар. Демек, 2 буын құрап тұр. Келесі суретте бейнеленген бұл сынап. Сынап сөзінде де бүгінгі біздің өтіп жатқан қай дыбыс бар екен? С дыбысы. Сөздің қай жерінде орналасқан? Басында. Сынып сөзін буынға бөлейік. Сынып. Неше буын? 2 буын. Келесі суретте берілген бұл саңырауқұлақ. Саңырауқұлақ сөзінде де бүгінгі біз танысып жатқан с дыбысы бар. Саңырауқұлақ сөзін буынға бөліп көрейікші. Саңырауқұлақ. Өте ұзын сөз. Неше буыннан құралған? 5 буыннан құралған. Демек, бұнда 5 дауысты дыбыс бар екен. Келесі көкөніс бұл не? Сәбіз. Сәбіз сөзінде де бүгін танысып жатқан с дыбысы басында тұр. Сәбіз сөзін буынға бөлейік. Сәбіз. Неше буын? 2 буын. Керемет. Келесі суретте берілген бұл сөмке. Сөмке сөзінде де бүгін біз танысып жатқан қай дыбыс бар? Дұрыс айтасың, с дыбысы бар. Сөмке сөзін буынға бөлейікші. Сөмке. Неше буыннан құралған? 2 буыннан құралған. Келесі суретте берілген бұл сақина. Сақина сөзінде де бүгін танысып жатқан қай дыбыс бар? С дыбысы. Сөздің қай жерінде орналасқан? Сөздің басында орналасқан. Сақина сөзін буынға бөлейік. Сақина. Неше буын? 3 буыннан құралған. Тамаша. Суретке назар салыңыз. Бірінші суретте бұл жерде сабақ өтілуде. Сабақ сөзін буынға бөліп көрейікші. Сабақ. Неше буын? 2 буын құрап тұр. Келесі суретте саңырауқұлақ. Қолдарымызбен шапалақтап тағы буынға бөліп көрейік. Саңырауқұлақ. Неше буын? 5 буын. Келесі суретте біз таныстық жаңа сәбіз. Сәбіз сөзінде тағы бір рет буынға бөлейік. Сәбіз. Неше буын? 2 буын екен. Ал енді төмендегі суреттерге назар салсақ, олардың дыбыстары түсіп қалыпты. Қандай дыбыстары түсіп қалды екен? Бірге анықтайық. Сөмке сөзінде ең алғаш қай дыбыс дыбысталып тұр? Дұрыс. Бүгінгі біз өтіп жатқан с дыбысы дыбысталып тұр. С дыбысы түсіп қалыпты. Келесі екінші суретте бейнеленген бұл сақина. Дұрыс айтасың. Сақина сөзінде де алғашқы дыбыс түсіп қалған. Қай дыбыс екен? Дұрыс. Біз бүгін танысып жатқан с дыбысы түсіп қалыпты. Келесі суретке назар салшы, бұл не? Сандық. Сандық сөзінде де бір дыбыс түсіп қалыпты ғой басында. Ол қандай дыбыс? Дұрыс, с дыбысы. Демек, бүгінгі жаңа тақырып біздегі с дыбысы және әріпі. Ал ендеше ережені еске түсіріп алайық. С дыбысы дауыссыз дыбыс. Ол әндетілмей,
қысқа айтылады, кедергіге ұшырайды. Көк түспен белгіленеді. Бұл тұрған с әрпінің баспа түрі, бұл с әрпінің жазба түрі. Ережені есіңе сақтап ал, ендеше төмендегі берілген с дыбысына және дауысты дыбыстармен қосылған буынды сөздерді бірге оқиық. Ол үшін қазір қатарды нөмірлеп алайық. Бірінші қатар, екінші қатар, үшінші және төртінші қатар. Әр қатардағы буынды сөзді 3 реттен оқимыз. Дайын болсақ, бастадық. Са, са, са. Екінші қатар. Со, со, со. Үшінші қатар. Ас, ас, ас. Төртінші қатар. Ос, ос, ос. Тамаша. Оң жақтағы бейнеленген бұл ненің суреті? Сағат. Сағат арқылы біз уақытты анықтай аламыз. Сағат сөзінде де бүгінгі өтіп жатқан қай дыбыс бар екен? Қай жерінде орналасқан сөздің? Басында. Тамаша. Ендеше с дыбысына берілген тақпақты бірге жаттайық. Са, са, са. Сағатқа қараймын. Са, са, са. Сабаққа барамын. Сан, сан, сан. Сандарды санаймын. Сау, сау, сау. Сауатты боламын. Тамаша. Осы тақпақты бірге қайталап, үйден жаттап ал. Келістік пе? Келесі. Буындап оқу. Буындап оқымас бұрын біз қатарларды нөмірлеп шығамыз. Бірінші қатар, екінші қатар, үшінші, төртінші қатар, және де бесінші астындағы алтыншы, жетінші қатар. Ал енді осы қатардағы сөздердің әр қайсысын 3 реттен оқимыз. Дайын болсақ, бастайық. Бірінші қатар, бірінші сөз. Ас, ас, ас. Бірінші қатар, екінші сөз. Ос, ос, ос. Бірінші қатар, үшінші сөз. Са, са, са. Бірінші қатар, төртінші сөз. Со, со, со. Тамаша. Келесі екінші қатардыға назар саламыз. Екінші қатар, бірінші сөз. Сал, сал, сал. Екінші қатар, екінші сөз. Сол, сол, сол. Екінші қатар, үшінші сөз. Сан, сан, сан. Екінші қатар, төртінші сөз. Сор, сор, сор. Керемет. Үшінші қатарға назар салып, бірге қайталап оқимыз. Үшінші қатар, бірінші сөз. Сана, сана, сана. Үшінші қатар, екінші сөз. Сала, сала, сала. Үшінші қатар, үшінші сөз. Сона, сона, сона. Үшінші қатар, төртінші сөз. Соға, соға, соға. Керемет. Төртінші қатар, бірінші сөз. Аспан, аспан, аспан. Төртінші қатар, екінші сөз. Сағат, сағат, сағат. Төртінші қатар, үшінші сөз. Сорпа, сорпа, сорпа. Төртінші қатар, төртінші сөз. Сауда, сауда. Керемет. Бесінші қатар, бірінші сөз. Асан, асан, асан. Бесінші қатар, екінші сөз. Сара, сара, сара. Тамаша. Алтыншы қатарға назар саламыз. Бірге қайталап 3 реттен оқимыз.
Санат. 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 Алтыншы қатар екінші сөз. Сағат. 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 Жетінші қатар бірінші сөз. Самат. 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 Жетінші қатар екінші сөз. Салтанат. 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 Тамаша. Дәл осылай үйден тағы да 5 рет қайталап оқып шық. Сенің жақсы оқуыңа осы оқу көмектеседі. Келістік пе? Келесі. Бұл суретті сөйлемдер. Суретті сөйлемдерді қалай оқимыз? Мұнда сызықтар тұрған, ол біздегі буынды сөздерді білдіреді. Қазір сөздерді оқып келе жатып, суретті бірге айтып, сөйлем қалып жалғастырамыз. Бірінші сөйлем мынау екен. Бірінші сөйлемді оқимыз. Дайын болсақ, бірге бастадық. Сара, не істеп жатыр? Сурет сал. Сөйлем аяқталғанда нүкте қойылады. Яғни бір сөйлем аяқталды дегенді білдіреді. Бұл бірінші сөйлем. Келесі астындағы тұрған екінші сөйлемді оқимыз. Самат қорапты аш. Екінші сөйлемде аяқталды. Тамаша. Біз осылай суретті сөйлемді оқу арқылы келесі сабақтарда сөйлемдерді, мәтіндерді оқимыз. Сондықтан бірге менімен оқи ғой. Үшінші сөйлем. Асан алмаларды сана. Үшінші сөйлем аяқталды. Келесі төртінші сөйлемді бірге оқиық. Талшат балмұздақ ал. Сөйлем аяқталды, нүкте қойылып тұр. Бесінші сөйлемді оқимыз. Салтанат бас киімді тап. Сөйлем аяқталды. Әр сөйлем аяқталғанда соңында нүкте қойылады. Содан кейін келесі сөйлем бас әріппен жазылады. Бұл да ереже, есіңе сақтап ал. Келістік пе? Бұл суретті сөйлемдерді үйден 5 рет қайталап оқып шық. Келістік пе? Келесі. Тапсырмаға назар салайық. С әріптерін тап, суретке қарап әңгіме құрастыр. Суретке мұқият қараймыз, С әріпін табамыз. С әріпі бізде қандай дыбысқа жататын еді? Дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз. Демек, көк түсті қарандашымызды аламыз. С әріпін тауып, үстінен бастырамыз. Суретке қарап, С әріпін анықтайық. Сағатқа қарап тұрсам, сағаттың астында С әріпі тұр. Үстінен көк түсті қарандашпен бастырамыз. Келесі. Осы сағаттың сол жағында тұрған картинаға қарай қойшы суретке. Ол жерде С әріпі бар ма? Дұрыс, ағаштардың ортасында С әріпі бар. Үстін бастырамыз. Келесі. Мұғалімнің тақтасында С әріпі бар ма? Әрине, сабақ деген сөзде С әріпі тұр. Және де алманың ішінде де С әріпі бар екен. Мұғалімнің әшекейлеріне қарашы. Сырғасы моншағында да қандай әріп бар екен? С әріптер жасырылған. Үстін бастап шығамыз. Келесі мұғалімнің қолындағы суретіне қараймыз. Мұғалімнің қолындағы суретте де С әріпі бар екен. Келесі оқушыға қарайық. Оқушының басындағы тұрған әшекейінде де С әріпі жасырылған. Және бүгінгі сабақта бұл оқушы да С әріпімен танысып жатыр екен. Демек, оның парағында да С әріпі бар. Ал енді біз мынау тұрған бөлменің ішін мұқият қарап шығайық. С әріпі тағы да қай жерде жасырылған? Жерде жатыр С әріпі. Ой, менің қаламым жоғар жағынан астынан дұрыс істемей жатыр, жазылмай жатыр. Дәл осыны тапсаңыз, сіз өзіңіз үстінен бастарып шығыңыз. Келесі,
қабырғада ілініп тұрған әдемі гүлдердің ішінде де с әріпі бар екен. Қараңыз. Ал енді қалған тағы да с әріпі бар ма, мұқияттылықпен қарап шық, және қай жерде с әріпі қалып қойды. Осы комментарияның астына анаңның көмегімен маған жаза қой. Және де суретті әдемілеп толыққанды көркем етіп бояп шық, содан соң әңгіме құрастырып анаңа айтып бер. Келістік пе? Ендеше келесі тапсырмаға назар салайық. Өтілген әріптерден сөздер құрап жаз. Бұл өтілген әріптер сағатқа ұқсайды. Сағаттың ішіне әріптерді қойыпты. Сағаттың ішіне көбіне сандар тұрады. Ал бұл жерде қазір біз сағаттың тілімен төменге түсу арқылы сөздер құрап шығамыз. Бірінші сөз тап деген сөз құрап қойыпты. Ал енді біз тағы да қандай сөздер құрасақ болады? Мен құрағым келіп тұр с әріпінен, және де а және н әріпін қоссам қандай сөз шығады? Сан. Екінші тұрған сөзге сан деген сөзді жазайық. Бірге көркем етіп жазамыз. Келесі тағы да мұқият қараймыз. Қарасақ бізде қандай сөз шығады екен? Н әріпін алып көрейікші. Н, а және р әріпін қосам қандай сөз шығады? Нар. Н әріпінде біз өткен жануар. Түйенің бір түрі, төбесінде өркеші бар, бірақ өркеші бар жануарды нар деп атаймыз. Келесі тағы да қандай сөз құрауға болады? Бүгінгі с әріппен құрап көрейік. С әріпімен тағы да қандай сөз құрасақ болады? С, а, т. Қосып көрші қандай сөз шықты? Саат. Бір дүниені саат десек болады, я? Келесі тағы да қандай сөздер құрауға болады? Қараңыз. О және ыл әріпін қосып көр. Қандай сөз шықты? Ол. Келесі. А, ғ, а. Қандай сөз шықты? Үш әріптен құралған. А, ға деген сөз шықты. Ал отбасы мүшелерін түгендеп көрейікші осы әріптермен. А, т, а. Қандай сөз шықты? А, та деген сөз шықты. Келесі атадан кейін. А, п, а. Қандай сөз шықты? А, па. Тамаша. Келесі. А, н, а. Келесі қандай сөз шықты? А, на деген сөз шықты. Келесі. П, а, п, а. Екі реттен қайталап жазсақ та болады, я? Демек, папа деген сөз шығады. Қалған жолда 1, 2, 3, 4, 5 жолда сөз қалды. Қандай сөз тағы да құрауға болады? Өзіңіз ойланып, анаңыздың көмегімен бірге тапсырманы сөз құрап орындай қой. Келістік пе? Келесі. С әріпін көркем жазайық. Ол үшін қолымызға қарандашты ұстайық, бірге көркем жазуға дағдыланайық. С әріпінің элементі, бірақ қана элементі бар, жоғарыдан нүктелейміз, сол жаққа ілмек ілеміз, төменге түсіреміз, оң жаққа ілмек ілеміз. Өте оңай, жеңіл жазылатын әріп. Төмендегі нүктелі үтірлерді бірге қосып шығайық. Бұл біздегі с әріпі. Дәл осы реттілікпен әдемі етіп көркем с әріпін жазып шық. С әріпін жазып болсақ, келесі тапсырмаға назар салайық. Сандарға дейін дыбыстық талдау жасап боя. С әріпін сан сөзімен мұнау сурет сандарға жеткізуіміз керек. Ол үшін қазір дыбыстық талдау жасайық. С әріпі дауыссыз дыбыс, ол көк түспен боялып тұр. А әріпі дауысты дыбыс, ол қызыл түспен боялып тұр. Н әріпі дауыссыз дыбыс, ол көк түспен боялып тұр. Ендеше бізге қызыл және көк түс қажет.
Ең алғашқы с әріпін табамыз. Көк түспен ішін әдемі етіп бояймыз. Сыртына шығармай көркем етіп бояй ғой. Келесі с әріпінен кейін келесі әріп ол а. Ол дауысты дыбыс. Демек, оны қызыл түспен бояймыз. Қызыл түсті таңдай ғой. Қызыл түспен көркем етіп а әріпін бояп шығамыз. Келесі н әріпі. Н әріпі дауыссыз дыбыс. Көк түс таңдаймыз. Н әріпін көркем етіп көк түспен бояп шығамыз. Енді осы реттіліктермен сан сөзін сан суретіне дейін жалғастыру қажет. Қазір сізге жолын сызып беремін. Сіз өзіңіз ары қарай дыбыстық талдау жасап шығасыз. Сан. Мінекей. Осы реттілікпен дыбыстық талдау жасап, қызыл және көк түспен бояп шығыңыз. Тапсырманы орындап болсақ, керемет. Бүгінгі сабақты қорытындылайық. Бүгінгі сабақта қандай дыбыспен таныс болдық? Дұрыс. С дыбысымен таныс болдық. Ол дауыссыз дыбыс екен, кедергіге ұшырап, әндетілмей айтылады. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта жүздескенше.